Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да Teach with Aydın каналы. Видеоның соңына қараңыздар и каналға жазылып лайк басты ұмытпаңыздар. Сіздердің сұраныстарыңыз бойынша PDF-ті қалай Word форматына ауыстыру керек, осы жайында сіздерге кішкентай видео істеп жатырмын. Бұл өте оңай. Біріншіден Play Market-қа барамыз. Және де PDF Word деп жазамыз. Енді мына жерде көп қосымшалар шығады. Сіздерге мен әрқашан істегендей бүгінде ең жақсысын, ең ыңғайлысын тауып беріп жатырмын. Конвертер PDF Word бесплатно деген осы ең жақсы қосымшалардың біреуі. Осыны орнатамыз. Қосымша қараған кезде нақты астында жұлдызшалар бар, соны қарайсыздар. Неғұрлым жұлдызша көбірек болса рейтинг, соғұрлым бұл қосымша жақсырақ, көбісіне ұнады деген сөз. Нақты қанша мегабайт бұл қосымша тұрады, және қанша рет бұл нестелген, жүктелгенді білдіреді. Мен көбінесе осы жұлдызшаға қараймын, сөйтіп аламын. Орнатып аласыздар, сосын открыть дейсіздер. Нақты рұқсат сұрап жатыр. Окей деп басамыз. Разрешить доступ к фото, медиа и так далее. Енді қараңыздар. Қазір бізде телефонымызда бар PDF документін аламыз. Соны таңдаймыз. Ол үшін Select PDF деген батырмаға басамыз. Және өзіміздің жаңа телефонның ішінде керек папканы табамыз да ішіндегі файлды не істейміз, таңдаймыз. Сосын үстіне басқаннан кейін астында Select деген батырмаға басамыз. Болды, документ таңдадым. Енді конвертация істейміз. Convert. Көрдіңіз бе? Қандай тез істелінді. Енді біздің файлымыз дайын. Бұл Word документін қолдансақ болады енді. Біріншісін ашамыз. Екінші батырма Share бөлісеміз. Бұл документ. Үшінші Delete. Керек болмаса удалить етеміз. Және де сіз бүкіл конвертация істеп болған документтеріңіз мына жерде қараңыздар. Астында Files деген батырма бассаңыз осы жерде жиналып тұрады. Тағы да конвертация істеймін десеңіз, мына жерде Convert деген батырмаға басасыз. И басынан жаңағы өзіңіздің документіңізді таңдап конвертация істейсіз. Істеп болғаннан кейін тағы да Filesқа барасыз. Үшеден өзіңіз документтеріңізді қолданасыз. Лайк басын ұмытпаңыздар, каналға жазылыңыздар. Көп рахмет, қош сау болыңыздар.